Ассалаумағалейкум. 5 сәуір күні Астана төрінде өтетін үлкен бокс кешінде еліміздің жас таланты Сабырхан Төрехан кәсіби деңгейде дебютін жасамақ. Қарсыласы әзірге белгісіз. Кім болса да тәжірибелі боксшы болмағаны дұрыс. Әйтпесе Асланбектің күйін кешіп кетуі мүмкін. Бұл жекпе-жекке екі түрлі көзқараспен қарауға болады. Біріншісі, бұл Тәтөш үшін үлкен мүмкіндік. Әйгілі ESPN арнасы тікелей көрсетілім жасап, Top Rank компаниясының тікелей бақылауында болатынын ескерсек, демек танымал промоутерлердің көзіне түсуге де болады. Қазір әуесқой мен кәсіби боксты қатар алып жүруге тіптен рұқсат. Несі бар, көк туымызды кәсіби бокста көтеріп, ақш төрінде жарқылдап жүрсе, несі кем? 4 жылдық олимпиаданы күтемін деп жүргенде алда не боларын кім білсін. Әрі қазір олимпиаданы кім алмай жатыр, бұрынғыдай қадірі де жоқ. Әлем жұртшылығы Головкинді олимпиададан емес, осы кәсіпқойдан таныды емес пе? Ал енді таяқтың екі ұшы бар демекші, бұл жекпе-жек Тәтөштің карьерасына кері әсер беруі де мүмкін. Жанып тұрған шағында тәжірибелі қарсыласқа тап болып, бір соққысымен есеңгіретер болса, жас жұлдыз сынып кетуі де мүмкін. Бұған дәлел Асланбек Шынбергенов. Асланбек Шынбергенов те олимпиадаға дейін барлық қарсыластарын жеңіп, өзінің мықты формасында келген болатын. Алайда небәрі жарты жыл қалған кезде жартылай кәсіпқой бокс турниріне қатысып, тәжірибелі кәсіби рингте 20-дан аса жекпе-жек өткізген мексикалық қарсыласымен кездесіп, 3-ші раундта нокаутпен жеңілді. Дәл осы нокаут оның олимпиадаға жолын кесті. Әрине жолдама алды, бірақ бұрынғыдай бабына қайта орала алмады. Міне, дәл осындай тағдыр Төреханға да жазылмасын деп тілейміз. Төрехан Сабырхан ересектер сапына ауысқалы 2 турнирге қатысып, үздік боксшы номинациясын жеңіп алды. Оның бокс көрсету өнерінде қандай кемшіліктер болуы мүмкін? 1 жыл бұрын жаңарған Қазақстан бокс федерациясы сол кездегі маңызды шешімдердің бірі. Олимпиаданың соңғы іріктеу стартына жолдама алу үшін жабық спаррингтерді өткізбей, Астанада супер турнир ұйымдастыру туралы шешім қабылдады. Жанкүйерлер, журналистер мен жаттықтырушылар арасында 63,5 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде Олимпиада лицензиясы үшін күресте кімді көргісі келетіні туралы сауалнамалар керемет нәтиже берді. Алпауыт Дулат Бекбауовтан басқа 2023 жылғы Азия ойындарының қаһарманы Ертоған Зейнуллинов пен Айтжановтың төл шәкірті Мұхаммед Сабыр Базарбайұлы мен жаста болса танымал Төрехан Сабырхан бұл тізімде болды. Содан кейін халықаралық олимпиадалық комитет араласып, Махмудтың інісіне лицензия үшін күресуге тыйым салды. Жас шамасы жетпегендіктен. Сарапшылар жас боксшының болашағы туралы және оның ересектермен бәсекеге түсуге әлі ерте екендігі туралы да әңгіме талқылаған еді. Төрехан олимпиадалық іріктеуді өткізіп алғаны өкінбестен, мамыр айында Астанада өткен Азия чемпионатында 67 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде жеңімпаз атанды. Қараша айында Сербия елінде өткен әлем чемпионатында жеңімпаз атанды. Әрі турнирдің ең үздік боксшысы атағында алып үлгерді. Бұл жарыс Төрехан үшін жастар арасындағы соңғы турнир. Әрі қарай ересектер құрамына ауысатынын мәлімдеген еді. Ересектерге ауыса салысымен Тәтөш 2 турнир өткізіп, екеуінде де жеңіске жетті. Қазақстан чемпионы атанды, Старанжа кубогын жеңіп алды және 2 рет үздік боксшы деп танылды. Қарағанды мен Софияда Төрехан Қазақстандағы басты қарсыластарының бірі Санатәлі Төлтаевпен өз күшін өлшей алмай қалды. Елдегі чемпионат финалының алдында Төлтаев жарақатына байланысты Төреханмен жұдырықтаса алмай қалса, Болгариядағы турнирде грузиндік боксшысына есе жіберіп жеңіліп қалды. Қазақ Ломаченкосының інісі, олимпиада чемпионы Асақожа Мудинқожаевпен де жұдырықтаса алмады. Орта салмақтағы Париж ойындарының өзбекстандық жеңімпазы жарақаттың салдарын айтып, кіші әлем чемпионатында қазақпен жекпе-жектен шығудан бас тартты. Осылайша жарыс жолында Төрехан барлық қарсыластарын жеңді. Ересектер боксын ауысқанымен әлі күнге дейін жеңіліп көрмеген. Бұл оның жақсы немесе жаман екенін білдіре ме екен? Жоқ, Төрехан Сабырхан рингте тым ойнап кетеді. Қолдарын түсіріп, соққыларды жиі жібереді. Егер жекпе-жек бойына тынымсыз қашықтықты бұзып, қысым көрсететін толық бензині бар, яғни шаршамайтын мықты қарсылас кезіксе, оңайға соқпайды. Мәселен сол Асақожа немесе кубалық Ронель Иглесиас. Қазақстандық жасынан әлдеқайда жоғары деңгейдегі бокс стилін көрсеткенмен, ол кейде бразилиялық футбол аңызына сай әрекет ете бастайды. Сен мені шамаң жеткенше ұр, ал мен сені қалғанымша ұрамын деген. Бұл тактика олимпиадада төрелік еткен төрешілер оның жекпе-жегінде қызмет еткенше ғана жұмыс жасауы мүмкін. Себебі
Олимпиадада біздің боксшылардың стилі төрешілерге ұнамайды. Тиісті ұпайын бермейді. Болгарияда төрехан әзербайжандық Искандаровты 3-2 есебімен әрең өтті. Және бұл қазірдің өзінде дабыл қоңырауы. Жиі өткізіп алған соққылар, тіпті ол соққылар әлсіз болса да, кез келген төрешінің ойын өзгертуі мүмкін. Қазақстанның еңбек сіңірген жаттықтырушысы Жұмабек Өмірзақов тіпті Төреханды әзербайжандармен 2 рет жекпе-жек өткізіп, төрешілер екеуінде де сүйреді деп есептейді. Жас чемпионның дәл осы танымалдылығы оны сәуір айында Астанада Жәнібек Әлімханұлының қатысуымен өтетін кәсіпқой бокс кешін белгілеуге мәжбүр етті. Кәсібилермен күресу үлкен тәуекел. Сенбесеңіз, бір жекпе-жекпен өзінің Олимпиада болашағын жерлеген Асылбек Шынбергеновтен сұрап көріңіздер. Осы тұста айта кететін мәселе, өзбек бапкерлерінің біздердікіне қарағанда айырмашылығы, дәл осы қазақ боксшылармен жекпе-жекке қаншалықты байыпты дайындалатынын ұмытпау керек. Ал егер өзбектер Сабырханға оның болашақтағы басы қарсыласын көрсетпесе, яғни Асақұлжаны онымен жекпе-жектен шығудан алып қалса, бұл бір нәрсені білдіреді. Өзбекстан құрамасының бапкері Толхон Қылышев Төреханның Болгариядағы жекпе-жегін мұқият бақылап отырды және оған қарсы тактика құрып, онымен жекпе-жекке нақты және ең жақсы формадағы өзінің спортшысын дайындайды. Қазір Қазақстан құрамасының бапкерлерінің қолынан келетін ең жақсысы Төреханға оның әрине тамаша жігіт екенін айту. Бірақ егер ол тым көп ойнап кетсе немесе бір орында тұрып қалса, ол өте ауыр соққыны жіберіп алу мүмкін. Дәл осы жағдай Төреханның басынан өтпесе деп тілейміз. Ал ағайын 5 сәуір күні Жәнібек Әлімханұлының кешінде Махмұд Сабырханның да қарсыласы белгілі болды. Және сондай-ақ Бахадыр Жалолов Иван Дычкомен шықпайтын болды. Бахадырдың қарсыласы да басқа боксшы. Біздің спортшыларға сәттілік тілейміз. Жеңісті күндерде жүздескенше ағайын қазақ боксын жасасын.